Қайырлы күн қыздар, қалайсыздар? Бұл гүлім зомбидан бір сәлем. Бәрін жоғалтып алып, ойбай қай жоқ болып кеттің деп сұрап жатыр екенсіздер. Қой деп бүгін бір көрінейін деп сіздерге осылай бір күндегі айналып келіп жатқан тірлігімді көрсетейін. Енді жалпы сіздермен негізі бүгінгі тема 40 күнді күтім жайлы болайын деп тұр. Жалпы сіздер 40 күн бойы күтінесіздер ма? Негізі жалпы 40 күн күтіну деген ол жақсы, өзіңе денсаулығыңа көңіл бөлу деген сияқты. Сенің денсаулығың ешкімге керек емес, тек өзіңе ғана керек, сондықтан 40 күн бойы күтіну керек. Менің бүгін 20 күннен асты. Ыстық сорпа ішіп, тек құнарлы тамақтану деген сияқты балаңа тамақ болады. Енді менің қызым шамалы мазасыздау, ұлым қарағанда. Ұлым тыныш ұйықтай беретін, қызым мені шамалы мазасыздау. Ұйқымыз әр емес, бер емес болып жүр өзі қазір. Қазірдің өзінде жай сөйлеп отырмын, өткен екі жағымда. Екі балам ұйықтап жатыр. Күнде сол сіздерге бір видео салып қоямын деймін ғой, бірақ сонда да телефоным ұлымда, амал жоқтығынан шамалы орныққанша деп балама телефон көргізіп жүрмін. Негізі бұрын көргізбейтінмін. Сіздерде қалай, телефон қаратасыз ба?